Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай шоколадный брауни бірге жасайық. Ішінде құпия начинкасымен. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ең біріншіден сливочный маслоны ерітейік. Содан кейін шоколадты қосамыз. Бұл жерде мен екеуін бірдей қосқанда шоколад тез еріп, түбіне жабысып, алмаймыз, баяу еріді. Баяу отта екеуін біріктіріп ерітіп, суытып қоямыз. Құрамына кіретін барлық заттар описание бөлімінде. Енді 2 жұмыртқаны жарып салайық. Содан кейін оны миксермен араластырып, арасында қантты қосып отырамыз. Аппақ көбік болғанша. Содан кейін шоколадный массамызды қосып, миксермен араластырып, содан кейін разрыхлитель қосып, онды електен өткізіп, бірнеше мәрте араластырамыз. Бізде осындай қамыр шығады, сұйықтау. Ал енді начинкасын жасайық. Ең біріншіден сүзбеге жұмыртқаны қосып, қант қосып, осындай шанышқымен, вилочкамен араластырып, содан кейін кокосовый стружканы қосамыз. Енді өз еркіңізде, жақсы көрсеңіз молырақ қосыңыз, ал жақсы көрмесеңіз қоспай қоюға болады. Форманы диаметрі 18 қылып, осылай фольгамен жақсылап ораңыздар. Содан кейін сұйықтау массаның жартысын құйып, екінші бөлігін үстіне құятын боламыз. Творожный начинкамызды салып, жақсылап шанышқымен жайып салып, осы пирогты міндетті түрде сізде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Өте дәмді болып шығады. Дәмі деген ерекше. Маған қатты ұнады. Сізге де ұнайды деген сенімдемін. Екінші бөлігін осылайынан үстінен құйып шығамыз. Содан кейін 170 градуста 40-50 минут пісіріп алыңыз. Өз пешіңізге қарап, содан кейін осындай шанышқымен тексеріп отырыңыз. Құрғақ болып шығу керек. Ал енді біздің шоколадный брауни творожный начинкасымен дайын болды. Міндетті түрде жасап, қонақтарыңызға, достарыңызға ұсынсаңыз керемет пирог. Өте дәмді болып шығады, өте жұмсақ, ауызға салсаңыз ауызда еріп кетеді. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Көрінісі де әдемі. Сізге видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.